Біздің сұхбатымыз бір үлкен резонанста болып кетуі мүмкін. Солардан енді буллинг көрдім. Өте кәдімгі мектептегі оқу мүлдем керек жоқ дейді маған. Ата-аналар жиналысын жасаймыз, 400-500 ата-ана келеді. Ақшамен берсе, ақшамен берсін. Активный ата-аналардың балалары активно жүреді да. О, мәселе сонда ғой. Сол кезде үйге айтып барып көр. Иә. Мысалы, мұғалімдікі дұрыс дейді. Тек қана болды. Сенікі дұрыс емес, мұғалімдікі дұрыс. Значит, сен бір жерде қате істегенсің, болды. Ата-ана, мен милицияға звондаймын, қазір министерствоға жазамын дейді. Ата-ананың балаға көңіл бөлу өте аз. Просто әкелердің қазір ответственность салғысы келмейді өздеріне. Бала тәрбиесіне көңіл бөлгісі келмейді көбісі. Қазір бүкіл ата-ананың атынан сөйлейсіз, және мен мектептің атынан сөйлеймін ғой енді. Қайырлы күн достар, бүгін бізде директор мен шай айдарында қонақта мектебіміздің ата-анасы, блогер, бизнес тренер деп айтуға болады. Сонымен қатар мектебімізге жанашыр ата-ана Мейірхан мырза келіп отыр. Мейірхан мырза, қош келдіңіз. Шақырғаныңызға көп рахмет. Қалыңыз қалай? Жақсы. Шайдан алып отырыңыз. Мейірхан мырза, енді өзіңізді ата-ана ретінде білеміз, белсенді ата-ана ретінде, сонымен қатар сіз блог жүргізесіз, әлеуметтік желіден де таныспын. Ең бірінші сұрақты ата-ана ретінде емес, оқушы ретінде. Мейірхан қандай оқушы болды? Сол балалық шаққа саяхат жасайықшы. Оқушы ретінде енді 2001 жылы мен бірінші сыныпқа бардым. Өзім 1993 жылғымын. Қарағанды Жаңарқа деген жерде, ауылда, Бидайық деген ауылда оқығам кәдімгідей. Ол кезде енді кішігірім андай буллинг деген қатты болды ғой кезде. Солай ма? Сіз де буллинг көрдіңіз ба? Өте қатты. Или көрсеттіңіз ба? Жоқ. Өмірімде ешқандай балаға былай әлімжеттік көрсетіп ондай істеген адам емеспін, бірақ өзім жаңа үлкендер тарапынан көп көрген адам деп айтсам да болады. Үлкендер болғанда кім сонда? Ұстаздардан? Жоқ. Енді. Жоғары сыныптан десеңізші. Жоғары сыныптан. Шошып кеттім ғой, иә. Старшак дейді ғой, былай айтқанда. Солардан енді буллинг көрдім. Өте кәдімгі мүмкін бір боец бар ғой, Конор Макгрегор деген. Сол негізі бала кезінде өте көп буллинг көрген ғой. Қазір мысалы чемпион мықты. Сол мүмкін сол бір бала кездегі қысым көргеннен бе, қазір кішкене алға қарай ұмтылыс мықты да. И бір жағынан былай адам ретінде, тұлғалық даму ретінде де өте өзіме қатты көңіл бөлемін. И балаларымды да сондайға мысалы нетпесін деп нетемін. Ұшырамасын деп, буллингке ұшырамасын деп уайымдайсыз, иә? Иә, солмен жұмыс жасаймын сол жайлы. Енді буллинг деген нәрсе қазір өте өзекті, білесіз. Ол барлық жерде қазір енді біз жасыра алмаймыз. Мектептердің өзінде бала өліміне дейін алып келіп жатқан өңірлер бар, мектептер бар. Бұл расымен бәрімізді уайымдатып тұр. Мұғалімдерді де, ата-ананы да, басшылықты да, жалпы. Бұны қалай біз алдын алсақ болады? Сол енді сіз қараңыз, мектепті бітіргеніңізге неше жыл болды? Сізде ол бір белгілі бір балалық травма болып қалып қойды, иә? Буллинг деген нәрсе ұмытылмайтын. Қалды. Иә. Енді ол детский травма деген ол бір, екінші жағынан қазіргі балалардың психологиясында буллингке төтеп беру деген өте көтере алмайды балалар. Мысалы, біз суицидтан да өте жоғары көрсеткіштеміз Қазақстан. Сол буллингке ұшыраған балаларда қазір әлсіздік танытып жататын жағдай көп болып тұрады. Бұл енді үлкен қоғамдағы үлкен мәселе. Бұны ең бастысы сол ата-ана мен мектеп бірлесе отырып жұмыстануымыз керек. Сол кезде барып бұл буллингтің мәселесі, біз қазір бір жақтан мектеп немесе бір жақтан ата-ана буллингпен мына адам айналысу керек, немесе ол буллинг деген тек мектеп психологына керек, мектеп директорына керек деген ол дұрыс емес пікір. Бірлесуіміз керек. Оны мен өзімнің блогымда да айтып жүрмін. Біз жалпы бала тәрбиесі ол ортақ іс. Мектеп пен ата-ана, бала үштік одақ біріккенде ғана біз толыққанды тұлғаны алып шығамыз деген. Енді Мейірхан мырза, сіз өзіңіз буллинг көрдім деп бірден есіңізге түсіп кеткен болар. Қандай оқушы болдыңыз енді өзіңіз? Енді оқушы ретінде мен 5-ші сыныпқа дейін тек 4 пен 5-ке оқыдым. Шын айтайын. Одан кейін енді
жарты оқымадым. Қатты 3 болды енді, одан кейін 2 де болды. Жаңағыдай НТ-да қиын болды. Сондай. Қазір мына сұхбатты балаңыз көретін білесіз ғой, иә? Ал қазіргі таңда өзіңіз сол балаға осы оқу үлгеріміне байланысты, өзіңіздің жақында үй тапсырмасына байланысты жолдау, үндеу жасағаныңызды білеміз. Министрліктің құлағына алтын сырға, неге осы үй тапсырмасы көп болады, неге шетелдегідей балалар үй тапсырмасын мектепте орындап келмейді деп Мирхан мырзаның видеосын көріп, мәссаған бұл кісіні мен мектепке шақырып, шайға шақырып, маман ретінде жауап берейін деп. Сол сұрақтың жауабын ала алдыңыз ба? Әлде де наразысыз ба үй тапсырмасы көптігіне? Жоқ, бұл жерде мен бір мұғалімнің айтқаны, көп мұғалімдер жазды өзінің наразылықтарын. Сендер сонда ата-ана ретінде сендердің рөлдерің қайда, қай уақытта сонда баламен араласасыңдар деп. Бұл жерде мен жаңағыдай кішкене енді көп адамға дұрыс нетпей қалды да, тимей кетті мұғалімдарға. Дұрыс, ойыңызды дұрыс жеткізе алмай қалған сияқты, Бұл жерде бір жағынан мұғалімнің айтқан бір сөзімен, бір мұғалімнің айтқан сөзімен келісем, тек ата-ана үй тапсырмасы болатын кезде ғана баламен байланысады деді. Сол кезде ойланып қалдыңыз ба? Үй тапсырмасы керек екен ау деп. Үй тапсырмасы керек екен. Бірақ енді өте көп емес. Негізі үй тапсырмасының өзінің нормасы бар. Біз Қазақстан үй тапсырмасының нагрузкасы, жүктемесі жағынан әлем бойынша 4-5 орындамыз. Негізі өте жоғары. Бір жағынан сіздің айтып отырған наразыңызға мен келісіп те жатам. Бірақ енді педагог ретінде жаңа айтып отырған, біз егер үй тапсырмасын бермейтін болсақ, тағы да білім ғой енді айналып келгенде. Қазір балалардың бәрі телефонда. Мемлекеттік стандарт бар бізде, 348 стандартта нақты жазылған. Сонымен қатар үй тапсырмасына байланысты бізде әдістемелік ұсыныстар бар. Мысалы, 2-ші сынып баласының үй тапсырмасы 50 минуттан аспау керек. 3-ші, 4-ші сыныптың баласының үй тапсырмасы 70 минуттан аспау керек дегенде, яғни әр сыныптың өзінің жүктемесі бар. Ол кәдімгі заң аясында бекітілген. Бірақ енді бұл жерде екінші кеп сұрақ болады да, қаншалықты біз сол жүктемені дұрыс қолданамыз. Енді дұрыс бастауыш сыныпта мүмкін мұғалімдер дұрыс қолданатын шығар. Өйткені заңмен қаруланған, білет, 2-ші сыныптың баласы 50 минутқа, өйткені бір мұғалім береді ғой пәнді. Енді ағылшыннан, орыс тілінен басқа пән бергенмен көбінде бір мұғалім. Ал жоғары сыныпта әртүрлі пән болғаннан кейін кей жағдайда болып жатады, бір мұғалім өте көптеу беріп қояды. Бір мұғалім орташа береді. Бізде мынандай кішкене, біз оны мойындаймыз да. Мен басшы ретінде мойындаймын. Мысалға, ол химия мен физика, математика, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын пәні мұғалімдері бірлесіп, сіз қандай жүктеме беріп жатсыз, мен қандай жүктеме беріп жатырмын деп бір ортақ мәмілеге келіп ақылдасып барып береді деп мен айта алмаймын. Ол жағынан негізі өте дұрыс көтеріп отырған бұл сұрақ. Біз бұл сұрақты қайтадан негізі болашақта көтеруіміз керек. Болашақта емес, қазірдің өзінде осы үй тапсырмасы жүктемесінің. Ал енді сіз айтқандай түбегейлі мүлдем үй тапсырмасы болмау керек, оны тек қана мектепте орындап келу керек дегенге, мысалы, менің өзім келіспеймін. Егер ол бала, жаңа өзіңіз айтып отқандай, үй тапсырмасын мүлдем орындамайтын болса, мектептегі біліммен ғана шектелетін болса, тағы да ата-ана баланың біліміне, қарым-қатынасқа түсуіне, мүлдем ата-ана мен баланың арасындағы контакт кетіп қалуы да мүмкін. Бұл жерде былай частный мектеп жайлы маған көп жазды да. Частный мектепте, мысалы, осы Астананың өзінде, мысалы, балаңызды 1 миллионға барып оқытасыз деген сияқты сондай. Сол жерде үй тапсырмасын орындап береді екен, тек қана андай түсінгенін айтады екен. Содан мысалы үлгі алып нетсе болады да. Сосын мен жақында осы арнайы осы подкаст үшін Қытайда оқыған кәдімгі өзіміздің қазақ қандасымызбен сөйлестім да. Мектептің қандай қиыншылығы болған. Қазір қытайлықтардың өздері сол мектепте олар өте қатты оқытады ғой. Қытай мысалы бірінші орында үй тапсырмасы жүктемесінен. Оны эффективный емес деп шешіп жатыр. Оларда еще анау бір баладан артық кезінде қазір міне арада 10 жылдан кейін үлкен о жақта қазір ең кәрі кісілер Қытайда ең көп. 10 жылдан кейін күрт азаяды Қытай. Себеп жастар жоқ. Қазір жастар
бала туғысы келмейді екен, олардың миларына 27 жаста сен бала босану керексің деп құя берген да. Оға дейін сен білім алу керексің. Бір саланы нақты алып шығу керексің. То есть бала болып олар ойнамайды екен да. Сол себепті олар энергиясын ойнап шығармағаннан кейін 40-50 жасқа келгеннен кейін жаңағы педофил, то же самый жаңағы, енді Құдай сақтасын, сондай бір жаман әдетті адамдар осы келіп жатыр. Енді үнемі стрессте жүріп дейсіз ғой. Мен өзім мамандығым психолог ретінде және бастауыш сынып мұғалімі ретінде мен сіздің айтқаныңызбен келісемін. Мен өзімнің де балаларым мектеп жасында, 4-еуі де мектепте оқиды. Үй тапсырмасын орындау. Бірақ былай қарағанда ол үй тапсырмасындағы жүктемені қаншалықты тағы да бұл жерде мұғалімнің рөлі маңызды. Мысалы, кей ұстаздар ол үй тапсырмасын бергенде де, оны түсіндіргенде де бала үйде оны қиналмай орындайтындай жағдай болады. Кей ұстаздар үй тапсырмасын бергенде ол қаншалықты ол әдістемені беріп жатыр, қаншалықты ол бала соны үйде жасауға қиналмайды, енді ата-анасы оны бірге жасап қиналмайды деген сияқты. Бұл жерде мұғалім тарапынан да үлкен шеберлік керек үй тапсырмасын беруде. Енді ол қазір менің әріптестерім түсінбей қалуы мүмкін, мұғалімді қолдамай отыр ма бұл кісі деп. Жоқ, олай емес. Бірақ қалай болғанда да біз мұғалімді қазір сабақ беруде де, үй тапсырмасын беруде де мұғалімнің шеберлігі аса зор рөл ойнайды. Ал енді сіздер ата-ана ретінде үй тапсырмасын баламен бірге жасау және оның маңыздылығы туралы түсіндіре берген дұрыс. Енді қазір сіз рилста үй тапсырмасын жасаудың маңызы не дегенде, мысалы, қанша оны оқушы көрді, ата-ана көрді, мұғалім көрді. Біз енді әлеуметтік желіні үлкен бір күш ретінде қараймыз ғой. Мысалы, сіз өзіңіз парақшаңызды дамытып жүрсіз, қанша адамның пікірі екіге бөлінеді. Енді мен ойлаймын, бұл үй тапсырмасын біз әлде де талқылауымыз керек. Негізі Қазақстанда үй тапсырмасын орындаудың жүктемесі өте жоғары. Мен де бұнымен келсем, және бұны қайта қарау керек. Жақсы. Мейірхан мырза, енді қоғамда ата-ананың мектепке, немесе осы білім саласындағы жүйеге, ұстаздарға көңіл толмаушылық болып жатады. Басым, сіз енді ата-ана ретінде. Сіз қазір бүкіл ата-ананың атынан сөйлейсіз, және мен мектептің атынан сөйлеймін ғой енді. Біз бір-бірімізді, мен үнемі сұхбат бергенде де, сұхбат алғанда да айтамын, біз бір-бірімізді кінәлап уақыт жоғалтпауымыз керек. Өйткені бізде бала тәрбиесіз деген ол қайтып келетін, артқа қарай бұрылатын дүние емес та. Егер біз қазір бір поколенияны ақсатып алсақ, ол былай қарағанда мемлекеттің жоқ болып кетуіне қаупі бар. Сондықтан бізде қазір ұстаздардың мойнында, жалпы білім саласында үлкен жүк бар. Оны біз сезінеміз. Сол тұрғыдан да қазір мемлекеттің, президенттің өзі үлкен осы білім саласына ден қойып, қазір осы мектепке барынша жағдай жасауға қыруар қаржы білім саласында бөлінеді. Оны сіздер енді сауатты ата-ана ретінде біліп те көріп те жатсыздар ғой. Ұстаздарға жағдай жасау, ұстаздардың айлығын көтеру, мектеп салу, үш ауысымды мектептерді азайту дегендей көп жағдай жасалынып жатыр. Жалпы ата-ананың мектепке, ұстазға деген көзқарасы. Енді біз сұрақты нақтылайтын болсам, көзқарасы, ата-ананың мектепке, ұстаздарға деген көзқарасы бізді қанағаттандырмайды. Мысалы, кей жағдайда болып тұрады, ата-аналар келіп, сендер не істейсіңдер? Енді мен мектеп басшысы, осы мектепте 2200 бала бар, 4000-дай ата-ана бар деп есептегенде, әртүрлі ата-аналар келіп, өздерінің шағымдарын айтып тұрады. Ал былай екінші жағын алып қарағанда, сол ата-ана өзінің 2 баласына тәрбиесі, өзінің 2 баласын тәрбиелеуге қауқарсыз болып жатады. Өйткені қазір балалар өзгерген ғой. Өте қиын бала тәрбиесі. Бала тәрбиесі қиындап бара жатқанын көре аласыз ба, мойындайсыз ба? Мойындаймын. Ол қазір балалар біліп тұрады ғой бәрін. Бұлар уже бұрынғыдай біздің кезімізде біз алдай алмайсың. Алдай алмайсың. Ан жаққа бара тұр деген жоқ қазір балалар. Қонақ кеткен соң кәмпит жейсің деген ба? Ондай жоқ. Біз алданып кетіп қалатын едік, қазіргі балалар мықты кәдімгі. Мен де соны айтамын. Қазіргі балалар өте ақылды, өте мықты деп. Бірақ біз сол лайық болмай жатқан сияқты болып сезіледі маған кейде.
мен енді өзім бір баламмен сөйлестім да, мектеп не нәрсеге үйретеді дедім да сені. Ол былай айтады да маған, білмеймін қайдан үйренді ол сөзді. Мектептегі оқу мүлдем керек жоқ дейді маған. Мен айтамын, неге керек жоқ? Сен ертең ол основа ғой, сен деп оқу, білім, ертең ол саған бәрібір өмірде бір жерде қажет болады деп айттым да. Сонда маған айтты, сізге қазір өмірде қажет па деді да ол. Сосын қажет дедім, мен мысалы оқыдым кезінде мысалы. Мысалы сен жазудың өзін мысалы білмесең ертең, мектептен білмесең, сен қай уақытта жазасың, қалай жазасың, білімсіз болсаң мысалы. Оның айтқаны енді қазір балалардың ойы сондай өйткені. Білмеймін неге олай айтқан. Мен айтайын, енді нақты бір статистиканы мынша пайыз деп айтпай ақ қояйын, бірақ мектеп не үшін қажет деген балаларда ой бар. Себебі мынау ChatGPT оларда дайын ғой бәрі. Қазір баяғыдай қиналып, ақпаратты қиналып іздемейді ғой. Ол ғана мотивациялық, анау миллиардерлардың өмірбаяны сондайларды көп көре ме, или білмеймін, біреу үйрете ме оларды сондайға. Не дейді сонымен? Олардың өмірбаянында. Олыңыз не дейді сонымен? Мектеп мүлдем қажеті жоқ дейді. Бұл жер тек қана роботтарды үйретеді дейді. Яғни сен мысалы баласың, сен жаңағыдай мынаны істеу керексің, мына мамандық па, сол мамандықта ғана жұмыс істей беру керексің. Ол саған ұнай ма, ұнамай ма, разница жоқ. Сені мысалы оқисың мектепке келіп, үйге барсаң да жаңағы сабақ оқы деп тағы ұрсады, мектепте мұғалімдер ұрсады. Қайдан баланың желаниясы болады дейді. Мейірхан мырза, мысалы менің де айтып жүрген әңгімем осы. Балаға ең бірінші кезекте білімнен бұрын керек нәрсе ол баланың қажеттілігін, қалауын ескеру. Балаға үлкен адамдарша қарау, оған сенім арту. Мысалы сіздің балаңыз нешінші сынып оқиды? 5-ші сыныпта осындай әңгіме айтып отыр, иә? Енді сіз елестете беріңіз, 9-шы, 10-шы, 11-ші класс, 8-ші класс, олар қандай ойлайды? Олар тура солай ойлайды, одан да зор қылып ойлайды. Яғни мектеп, мен мысалға сіздің балаңызбен келісетін тұстарым бар. Біз қаншалықты келіспейтін тұстарым бар. Қаншалықты біз расымен әр балаға адресіне қарап, әр баланың жанына үңіліп, әр балаға сенім артып, оның болашақта қандай қиындық кездессе де сынып кетпейтін бір үлкен рухани тұлға болып өсіп жатқанда үлес қосып жатырмыз деген сұрақ менде де мазалайды. Өте дұрыс айтып отыр. Біз ол енді қазір бұл жерде екеуміздің сұхбатымыз бір үлкен резонанста болып кетуі мүмкін. Мысалы, мына екеуі отырып, жүйенің қателігі, бұл жерде тағы да мен жүйенің қателігі, емесі бір оқулықтың қателігі, ұстаздың қателігі, ата-ананың қателігі деп айтуға келмейді. Негізінде бұл жүйенің қателігі. Өйткені біз жаттанды балаларға жаңағы сол мына мамандықты ғана меңгеретін жаттанды робот балаларды тәрбиелеуге үлес қосып жатырмыз. Мен оны мектеп директоры ретінде айта аламын. Ал ол өте қауіп. Мысалы, мен не үшін қазіргі таңда балалармен бір толқында болудың маңызы зор деп, мен билегім келгендіктен, уақытым көп болғандықтан билеп жүрген жоқпын. Түсінетін адам болса. Мен бір осы блогтың өзіне де бір шай ішу, мысалы кеше ұйымдастырып жатырмыз, әкелермен сенбілік шайды ұйымдастырып жатырмыз, әкелерді мектепке тартайық деп жатырмыз. Сенбі күні менің де отбасым бар, мен де демалғым келеді бала шағаммен. Бірақ әлі де сол осы ұрпақ тәрбиесінде бір үлесімді қосайын, осы қалай біз оята аламыз, қалай әкені оята аламыз. Әкелер ұйықтап жатыр. Келісесіз бе? Келісем. Мысалы, мектепке біз әкелерді шақыра алмаймыз. Мүлдем. Ол просто әкелердің қазір ответственность салғысы келмейді өздеріне. Бала тәрбиесіне көңіл бөлгісі келмейді көбісі. Тек қана жұмыс. Олардың ойларында бала шағаны асырау ғана. Материалдық тұрғыда. Материалдық тұрғыда ғана. Әрі қарай баланы дамыту, онымен сөйлесу, әкенің орны бәрібір бөлек болады да. Әкенің тәрбиесін көрген бала айтады ғой, басқаша болады. Мен өткенде әкелермен сенбілік кездесуде осыны айттым.
сіздер мысалы ең бірінші кездесуде біз анау ата-аналар жиналысын жасасақ енді зорлық қыламыз ғой, сынып жетекші арқылы шақырамыз. Мен бұл жолы айттым, сынып жетекшілерге міндеттемеңіздер, қанша әке келеді, сонша әкемен шай ішейік, ойын ойнайық, волейбол ойнайық, там интеллектуалды ойындар ойнайық. Бір 15 шақты әке келді бірінші кездесуде. Енді ойлаңыз, 2200 әкеден 15 шақты әке. Өте аз көрсеткіш. Енді одан кейін мен ойлаймын, біз енді оны дәстүрге айналдырып жатырмыз, көбейіп жатады деп, жылдың енді басы ғой. Сонда сол отырыста мен айттым да әкелерге, сіздер қазіргі таңда сол балам аш болмасын, көйлегі көк болсын, тамағы тоқ болсын деген бір базовый қажеттілік дейді ғой енді адамға, тамақ, ұйқы, сол базовый материалдық қажеттілікпен жүрсіздер. Мен сіздерге ақыл айтпаймын, әркімнің өзінің ақылы өзіне, әркімнің өзінің ұстанатын принципі, қағидасы, тәрбиесі болады. Бірақ дегенмен, егер сіздер мектеп өміріне белсенді аралассаңыз, сіздің жиі мектепке келгеніңізді бала көрсе, ұстазбен қарым-қатынас орнатсаңыз, міне ұстаздармен ойын ойнаңыз, балаңызды ертіп келіңіз. Менің әкем менің өміріме бір қызығушылық танытып жатыр деген ойдың өзі, ол да бір тәрбие. Тәрбие деген бір қиын дүние емес, ол бір жаңағы формуласы бар дүние емес қой тәрбие деген. Неге баланы сіз немқұрайлы қылып жібердік, біз әкелер ананың артында тығылып қалған сияқтымыз да. Құдайға шүкір, аналарымыз келеді. Мысалы біз ата-аналар жиналысын жасаймыз, 400-500 ата-ана келеді. Келеді қазіргі таңда. Неше түрлі форматта өткізіп тартып жатырмыз, әйтеуір шамамыз келгенше. Бұрынғыдай бәрін отырғызып қойып, тек ақыл айтып басқа емес. Енді бірақ әкелердің сондай көрсеткіші, мектепке келу көрсеткіші өте аз. Жаңа сіздің өте дұрыс айтып отырсыз да, қазір жауапкершілік алғысы келмейді деген. Ал оның артында үлкен мән жатыр да, жауапкершілік алмаған әке, бала тәрбиесінде жауапкершілік алмаған әке, ертең ол баласына қалай ренжиді. Мысалы, баласы жұмыссыз болатын болса, баласы оқымайтын болса, баласы бір мамандықты таңдап өмірден бір қалыптаспаған, немесе баласы ажырасып жатса, ол әке не деп ренжиді? Мен сенің тамағыңды алып бердім, киіміңді киіндірдім, сонда сен маған көрсеткенің осы ма дей ма? Деп жүрміз негізінде ше. Негізі адамның ата-ана болсын, бала болсын санасы болады. Негізі әке деген, ана болсын, санасы бар адам, арттағы ұрпағын ойлайтын адам, мен ойымша баласына өте жақсы көңіл бөлу керек. Өйткені орысша айтады ғой, самый лучший вклад ребенка дейді ғой. Сол үшін балаңызға көңіл бөліңіздер. Әкелер. Дұрыс айтасыз. Ертең мысалы санасыз, сотқар бір бала өсе келе, одан сайын сіздің өміріңіз қиындайды. Мен де осыны ата-анаға айтамын. Біз мектептен бітіріп жібереміз. Ертең ол бала қандай жақсы болсын, жаман болсын, сіздің жемісіңіз. Осы нәрсені түсіну керек та ата-ана. Рас қой. Ертең ол белгілі бір кәсіпкер болсын, ғалым болсын, мықты дәрігер болсын, ол ертең сол ата-анаға керек қой бала бірінші кезекте. Біз қазір ата-аналар мектепті кінәлап, жүйені кінәлап, бір-бірімізді кінәлап, кейде бір ер азаматтар келіп шағыммен келеді ғой. Қолдарына шоқпарларына алып, сендер не істеп жатсыңдар, түк істемейсіңдер. Мен балам бағасы осындай, мұғалімдер сондай деп. Ер азаматтар сондай шу шығарып келетін жағдай қазір өте көп. Ең қызығы, сол ер азаматты сен жаңағындай бір нетворкинг орта құруға, сондай жаңа шайға, ойынға шақыра алмайсың да, бірақ ұрысқа келеді, дау шығаруға. Сондай кезде ойланып қаласың. Қаншалықты осы әкеден тәрбие алып тұрған бала қалай болады деп ойлайсың. Бұл өте дұрыс емес. Ер адам әйел адаммен мүлде вообще ұрысу деген ол последний нәрсе ғой. Шын айтсам. Әйел адамды ешқашан жеңбейсің. Үндемей кеткенің жеңгенің ғой негізі. Шын айтқанда. Мен өзім ұстанымым сондай. Әйел адам ұрысып жатса үндемеймін. Жаңағы балалар андай бір өздері бір группаға бөлінеді да, мектепте оқушылар бір сыныпта мысалы бір 4-5 бала болады, озат оқитын. Ол балалар жаңағы өздері жаңағы бай отбасынан шыққандар. Одан кейін жаңағы орташа, кішкене төмен отбасынан шыққан, барлығы бір сыныпта оқитын болса, мынандай нәрсе бар, мысалы біреуінің телефоны біреуінен мықты. Соның өзі мысалы көп айтады, мұғалім
кімнің баласы жаңағыдай бай жаңағыдай сол балаға мысалы көбірек қарауға тырыса ма білмеймін, сол жағын сондай ой бар, сондай ой бар менде. Өйткені анау төмен отбасы төмен балалар әрдайым бүйтіп жүреді. Мен өзім мектепте оқып жүрген бала болғандықтан, мектепте бәріміз оқыдық қой, солай ғой өзі баяғы сол заманнан қазіргі уақытқа. Мысалы мектепте активный ата-аналардың балалары активно жүреді да. Мәселе сонда ғой. Иә, сонымен байқауға болады. Сол үшін ата-аналарда активно баланың оқуына, мұғаліммен араласып атсалысатын болса, оның балалары да жаңағы менің ата-анам келіп жүр деп талпынатын болады. Осы нәрсені айта алмай жатырмыз ғой, біз ата-анаға жеткізе алмай жатырық. Егер ата-ана мектепте белсенділік танытса, ол автоматты түрде бала да мектепке белсенділік танытады. Бала да мектепке деген махаббат оянады. Білімге деген, соң керек дүние екен деп ойлайды да баланың өзі. Енді олардың ұзақ уақыт, осы уақыттарының көбісі мектепте өтіп жатырғаннан кейін балалар ол мектеппен өзінің өмірін байланыстырғаннан кейін, егер ата-ана да сол мектепке осы менің баламның не істеп жатыр екен, мектебі немен айналысып жатыр екен деп біз әртүрлі шара ұйымдастырамыз ата-аналарға арналған. Жинау қиын, келмейді. Былай қарап отырсаңыз, ол жерде жұмыста сылтау емес, негізі. Жұмысты біз алға тартып қоямыз да, көп жағдайда. Бірақ зерделей келсең, үйінде отырған ата-ана көп. Сұрануға да болады. Сұрануға да болады, әрине. Өте дұрыс айтасыз. Егер ата-ана мектепте белсенді болса, ол бала да белсенді болады. Ол сонысымен үлгі болады балаға. Енді біз өзі бала үшін үлгі адамдар бар ғой. Ең бірінші кезекте бала үшін үлгі ол өзінің ата-анасы. Ұстазы. Содан кейін ол баланы орта тәрбиелейді дейміз. Енді сіз маған сұрақ қойдыңыз ба, сонда балаларды әр топқа бөлу ұстазға байланысты ма деп? Ұстазға болғанда бұл жерде ата-ананың да несі бар. Бірақ бір жағынан ойлаймын, неге баланы солай бөледі? Мүмкін мектепке телефонды вообще алып келмейтіндей қылып, видео тастайтындай қылып па? Телефонды сіз айтқыңыз келіп отырған телефонның моделі арқылы, балалардың киімі. Енді киім қазір біз барлығында бірдей ғой, дегенмен де осы есіңізде ма, жылдың басында бір петиция болып, оқу формасына байланысты еркін форма болсын деген ата-аналар көтерілді ғой. Сонда мен айтам, біз егер қазір еркін форманы беретін болсақ, онда нағыз теңсіздіктің көкесі болады. Дұрыс. Бірдей болу керек. Біреу ана Гуччи киіп келеді, біреу неме Дольче Габбана киіп келеді, мына жақтан біз біреу Бішкек киіп келеді, біреу тапқанын киіп келеді деген сияқты, біреу ағасыныкін киіп келеді дегендей. Бізде енді ол қазір нарықтық экономикада біз ол теңсіздікті ол мектепте көрсете алмаймыз. Енді телефонның модель жағынан өте дұрыс ұсыныс. Қазір енді телефон мәселесі үлкен актуалды мәселе болып тұр. Оны қазір бір заң аясында депутаттар шешпесе, біз қазір қауқарсызбыз. Біз мектепте мектепшілік деңгейде ішкі тәртіп ережесіне орнатуымызға, жарғыға ішіне өзгерістер енгізуімізге болады. Былтырғы жылы сол балалар телефонды алып келіп тапсырып, сабақ барысында тапсырып деп, әлі де ол әдісті қолданып жатырмыз, бірақ оның эффектісі аз болып тұр. Түгел мектепке келген кезде бала, мысалға телефон жоғалудың өзі үлкен мәселе. Кеше ғана бір ата-ана телефон жоғалып, осы мектептен 9-да шықтық кешке. Таппады. Таптық. Бізде енді салыстырмалы түрде енді мен осы балалармен бір толқында болу, осы сіз айтып жатырған сананы қалыптастыру, бір жоғары мәдениетті балалардың арасында қалыптастыру деген нәрсені мен бірінші кезекте қойғым келеді. Қойып жүрген шамамыз бар. Осы ұрлық мәселесі де бір шама азайды мектепте. Балалар телефон жоғалтады, тауып алады, вахтаға кеп береді, менің кабинетіме кеп береді, завучқа береді дегендей. Ол да бір сол балаға сенім арту, құрмет арту үлкен жетістік. Мен үшін ол үлкен жетістік. Сосын біз білесіз ғой, енді чатымыз бар оқушылармен. Бір нәрсе жоғалса, балалар мынау жоғалды, қайда кім көрді, дереу әкеп бере қояды. Ол да бір сол қауіпсіз ортаны бірге құру мақсатында ғой. Ұрлық санын азайту, ол да бір енді қылмыс қой, білесіз ғой. Сол ата-ана, мен милицияға звондаймын, қазір министерствоға жазамын дейді.
камера істемейді дейді. Бір камера істемей тұр екен, сол жерде басқа камера істеп тұр екен. Алыстағы камерадан бір 5-6 баланың көрдік сол жоғалған жерде, бірақ ол бала заводчқа әкеп берген екен. Бір сағатта үлкен дау болып кетіп тұрды ана жерде. Ата-ананы біз баса алмай жатырмыз. Енді бұндай ата-аналар бүкіл мектепте олар күн сайын саны артып жатыр. Жалпы сендер мүлдем жұмыс істемейсіңдер. Бір телефон үшін ана жерде естімеген сөзіміз қалмады. Сосын соңында айттық, енді табылмай жатса мен төлермін. Жаңа телефон дегеннен шығады ғой, мысалға елестете беріңіз қазір. iPhone-ның соңғы үлгісін ата-анаға алып береді баласына, иә. Оны алып келеді. Ол бала жоғалтады. Кім жауапты? Мектеп жауапты. iPhone зарплатамыз бір iPhone-ға жетпейді де мысалы біздің. Иә. Сол бір iPhone емес, 2-3 зарплатамыз жетпеуі мүмкін. Бұл жерде енді ата-ананың санасына байланысты ғой. Енді ол ата-аналарға кезінде оларды оқушы болған кезде бізді мысалы мектептің мұғалімдері сотқа жоғалған былай тұрсын кәдімгі бастан кілтпен ұрған кездерде болды ғой. Сол кезде үйге айтып барып көр, мысалы мұғалімдікі дұрыс дейді, тек қана болды. Сенікі дұрыс емес, мұғалімдікі дұрыс. Значит, сен бір жерде қате істегенсің, болды. Одан кейін үйге айтып бармайсың мысалы. Ол ана баланың жалобысын тыңдап барып, андай ақылмен шешілмегеннен кейін ұрыс айқайдан ешқандай шешім жоқ одан деп ойлаймын. Сол біз қай жерде өзгертіп алдық осы ата-ананы? Қай тұста қателік кетіп қалды сіздің ойыңызша? Ата-анадан ба? Иә. Негізі енді ата-ана деп отқанымыз ол сіз бен біз ғой енді қазіргі поколение. Қазір 2000-ші жылғылар ата-ана мысалы. Жаңағы зумерлер келді, ата-ана болып, енді не істейсіңдер деген бір әзіл бар ғой, сондай болып тұр да. Бұл жерде енді білмеймін, бұлай кесіп қатты айта алмаймын, ата-аналарға тиіп кетіп жүрсе. Жоқ, енді сіз ата-ананың атынан сөйлеп жатырсыз ғой. Енді ондай ұрысқа ата-аналар болса, білмеймін, даже не айтамын. Баға сұрайтын ата-ана көп. Бағаны көтермелеп берді. Иә. Баласы бірақ оқи алмайды. Енді әртүрлі жағдай ғой, бірақ баға сұрайтын ата-ана өте көп қазір. Және оған сай, енді қараңыз, ата-ана баға сұрап отырса, бала қалай сұрамайды? Иә. Балалар сұрайды баға. Қатты сұрайды. Балалар да сосын андай үлкен адам демейді, мынандай бір нәрсе бар да. Мысалы, мұғалім бірдеңе айтып тұрса, екі нәрсе айтып тұрады мұғалімге қарсы. Сол мәселе бар да. Баладан көрмейді көбісі, бірақ бала шын мәнінде өзінің баласын әр адам біледі ғой қандай екен. Қазіргі балалар просто яғни құндылық қой енді. Үлкенді сыйлау. Үлкенді сыйлау. Құндылықтың әлсіз деп жатқаны. Иә, ол да бар. Баға сұрауға келгенде енді білмеймін ол жерде. Айналып келгенде сол құндылықтардың әлсіреп жатқаны бағана сіздің балаңыздың айтып кеткен әңгімесіне сайып келеді ғой. Біз егер балаларды тек сен мына білім алуға мектепте тек қана білім алумен айналысу керек деген ата-анада балада сондай талап қойып құндылықты біз ысырып қоятын болсақ, онда біріншіден робот бала шығады, екіншіден қатыгез бала шығуы мүмкін, қоғамға ұрысқақ ата-ана шығуы мүмкін, мүлдем қоғамға пайдасы жоқ тұлға шығуы мүмкін. Өзден білесіз ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген үлкен сөз бар. Құндылық, жауапкершілік, құрметтеу, ізгілік, сыйластық, сенім білдіру, осы нәрселердің өзі қазір қиын балалар. Бала түгілі ата-ананың арасында осы қиын. Анау аталар чатында болып тұрады, бір сөз айтса, 100 сөз айтады. Сыныптың өзінде ата-аналар чатында сондай ғой. Мұғалім отыр, директор отыр, ондай мүлдем түсінік жоқ қазір. Менікі ғана дұрыс, мен айтам деген ой бар көбінде. Мүмкін ата-аналарға психолог керек шығар. Ата-аналар. Кейбір ата-аналар енді үйдегі жаңағы жағдайынан кейін болады. Кімнен өшін аларын білмей, жаңағыдай мүмкін мектеп мұғалімдеріне. Осы жерде бір тарқатып айту керек осы әңгімені. Өте дұрыс айтасыз. Мүмкін жоқ. Үйде мүмкін ол кісі жаңағыдай жолдасымен ұрысады, мүмкін ата-анасымен ұрысады, мүмкін ағасымен, мүмкін үйде бір проблемасы болып жүр. Сол себепті қайдан кімнен ашуын шығарарын білмей, мүмкін мұғалімдерге. Біздің кінәміз не?
Мектептің кінәсі не? Өйткені анау өзі басы нетіп жатқан ата-ана мына жағынан баласы жылап жатады, мына жағынан үй тапсырмаса келген кезде тағы да мектепті кінәлайды. Үй тапсырма десе сізге өзіңіз сондай ғой енді. Иә. Мектепке жаңағыдай баласы үлгерімі дұрыс болмай жатса қосымшаға беру керек, ол да ақша. Тағы бір денесі бар, неменесі бар. Мысалы күреске бергісі келеді, біреу мысалы жаңа робототехника дейді ғой қазіргі дамып жатқан. Сондайға бергісі келеді, оның барлығы ақша болғаннан кейін жаңағыдай. Білмеймін, мектепке нетеді ғой көбісі. Ата-аналар жағында. Мысалы сіздің бағанағы балаңыздың сұрағына сіз жауап бере алдыңыз ба? Мектеп не үшін керек дегенге. Мысалы, делік сіздің балаңыз мектеп маған керек жоқ, ол жерде біз робот болып шығып жатырмыз, бәрін білімді сұрай бересіңдер дегенге сіз ата-ана ретінде жауап қаншалықты дұрыс жауап бердіңіз? Сол жауабыңызды естігім келіп отыр. Мысалы, сіз балаңызды онда үйіңізге шығарып алыңыз, мысалы, мен сізді кінәлап отқан жоқпын. Үйіңізге шығарып алып оқытыңыз. Оқыта аласыз. Тура сіз репетитор жалдаңыз, даже мәселе ақшада да емес, оқыта аласыз үйде. Бірақ қоғамға бейімделу, орта қалыптастыру, қарым-қатынас орнату ең бірінші кезекте. Иә. Осы нәрседен бастап түсіндіру керек та балаға. Иә. Енді сіз түсіндірем. Негізі шын мәнінде айтайын, мен ата-ана ретінде жауап бере алмай қалдым. Не айтарымды білмей қалдым. Себеп кейбір сөздерінің жаны бар енді шын. Иә, кей сөздердің жаны бар, мен келісіп отырмын. Иә. Бірақ біз сіздің балаңызға жауапты дұрыс сапалы беру арқылы оның көзқарасын өзгертуіміз керек. Білімге деген, мектепке деген, ұстазға деген. Иә, балам, мен сенімен келісем. Бірақ, мысалы қараңызшы, бізде инклюзивті білім беру деген бар, иә? Науқас балалар бар. Біздің мектептің өзінде бірнеше бала бар, үйден оқиды, мектепке келуді армандайды. Үйден оқиды, ол барлық үйіне барып мұғалімдер оқытады, бірақ ол қоғамға келіп мектепке келгісі келеді. Ақыл есі түзу. Денсаулығы жарамайды да. Біз бардың қадірін білмейтін жағдайымыз көп қой, көп жағдайда. Яғни мектеп ең бірінші кезекте ол орта қалыптастырушы. Ең бірінші кезекте балаға. Ол двордағы достары ол бір бөлек. Бірінші, енді баланың тілімен, 5-ші сыныптың тілімен айтқанда солай түсіндіріп бастау керек та. Бірінші кезекте. Иә. Содан кейін барып мектепте енді тәрбие, ұстаздың айтқаны, қанша ұстаз сабақ береді. Әр ұстаздан бір дүниені алады. Мектеп деген ол бұлай білім ордасы деген бір лозунг сөз емес ол. Шындап келгенде. Екінші келгенде мынандай сөз бар. Бір әкенің тәрбиесін 1000 мектепте бере алмайды деген дана сөз бар. Яғни бұл жерде де әкенің қаншалықты рөлі. Ол жерде мектеп деген тікелей мағынадағы мектеп емес қой енді ол жердегі айтып отырған. Бірақ қаншалықты әкелер сол мектептің тәрбиесін беріп жүр. Оның ішінде сол құндылық, мына жігітке сай намыс, еңбек қор қылып өсіру, жауапкершілік қылып өсіру, әсіресе ер азаматтарды, ер балаларды біз тәрбиелеуде қазір үлкен бір олқылық кетіп жатқан сияқты көрінеді маған. Иә. Мысалы біз қазір ажырасудан өте жоғары көрсеткіштеміз. Жұмыссыздықтан жоғары көрсеткіштеміз. Өте жалқау балалар. Жалқау, иә, дұрыс айтасыз. Иә. Біз не істейміз? Қош, мен тауып жатырмын ғой. Тәуекел, ақша бар, өзім оқуға түсірем. Істемей-ақ қойсын. Балаңды аясаң аяма деген сөз бар. Маған ата-аналар шағымданып келеді ғой. Баланың сөзін сөйлеп келеді ғой көп жағдайда. Сосын мен айтам, мен де баланың сөзін сөйлеймін деймін. Мен осы Қазақстанда бір 2 директор болса, соның біреуі мен баланың сөзін сөйлейтін деп ақтап аламын да. Бірақ тәрбие деген үлкен кең мағынадағы ауқымды сөз. Тәрбие тал бесіктен дейді ғой. Иә, біз баланың сөзін сөйлеу деген бір дүние. Олармен бір толқында болу деген бір дүние. Тым еркіндікке беріп басқа шығару деген ол басқа дүние. Ал осының бәрін бір баланста ұстап, талап қоятын жерінде талап қойып,
еркіндік беретін жерінде еркіндік беріп, еркелететін жерінде жасына қарай еркелетіп, бірақ қай жерде жауапкершілікке тәрбиелейтін жерде, еңбекке тәрбиелейтін жерінде, талап қоятын жерінде басымдықпен талап қойып, ақыл айта отырып, ол басқа дүние. Оның бәрін тепе-теңдікте ұстамай, тек қана бір жақты көзқараста, ойбай қазіргі альфаларға тек еркіндік керек, бетімен жіберу керек дегенді ұстанатын болсақ, біз ақсаймыз одан. Жұрттар ойлауы мүмкін мені. Мына кісі маған ана көп жазып жатады, ой, мына кісі қандай керемет. Мен талап қойғанда өте сұмдық талап қоямын. Олай болмаса болмайды. Біз пендеміз, адамның өзіне. Мысалы, сіз өзіңізде үлкен адамсыз ғой, сіз өзіңізде де дисциплина болмаса, жата берсеңіз сізге ақша келе ма? Мысалы, соны біз балаға түсіндіруіміз керек та. Талапты адам бала өз-өзіне қоюды үйретуіміз керек біз үлкен адамдар. Жауапкершілікті бала өз-өзіне қоюды. Сен балам жауапкершілігің мықты болу керек деген сөз әсер етпейді қазіргі балаға. Сен әке ретінде, ұстаз ретінде өзің жауапкершілігің мықты болу керек. Өзің еңбекқор болу керексің. Молданың айтқанын істеме, істеген істе дегендей ғой, ұстаздық тәрбие деген. Көрген істейді демекші сол. Көрген істейді. Өзің балаңды тәрбиелегің келсе, өзіңді түзе дейді ғой. Ол енді ол біз Америка ашып отқан жоқпыз, ол біздің дана халқымыздың айтып кеткен, жасап кеткен дүниесі ғой. Мысалы, мен өзімнің кішкентай кезімде бір әкеме рахмет айтатын, 4 оқыған кезде мен базарға жұмыс істетіп қойған кәдімгідей. Ол кезде мен кәдімгідей ондай базарда итеретін ташкелер болған андай. Сонымен бір арбуз, қауын артып алып, базардың мына шетіне барып, 4 оқитын бала 2004 жылы сол кезде базарда сауда саттықпен алысқан өзім тұрып, мынандай бар сеткім бар. Сонда мен қанша рет мысалы сол жерде енді қиын кішкене заман болды ғой. Алып кететін кездер болды. Жаңа беріп жатқан арбуздарымды, нелерімді мына жағынан ұрлап кетеді біреулер. Біреулер жаңағы мен 1 минутқа кетіп қалған кезде 5-6 алып қояды, жаңағыдай сондай. Қалтамда бар сеткам жұлып кеткен кездер болды мысалы. Бала кезде менде болған нәрсе. Мен соны өзімде менде орталық, осы жақтың Астананың орталық паркта менде бір болды, бизнес болды. Сол бизнесқа өзімнің ұлымды, жаңа дартс деген ойын бар, андай шар сағат. Соны бір 3 рет қойдым. Көп нәрсе түсінді да ол содан. Бірақ ақшасын өзіне беріп тұрмын зарплатаны. Сол кезде ол ақшаның қалай келетінін, қалай жұмсау, қиын еңбек екенін түсінді да. Сондай нәрсені тоже ата-аналар істесе деген ойдамын да. Өте дұрыс. Кішігірім просто бізге қолымызға ақша беріп үйретпеген да. Сол себепті біз құндылықты жоғалтқанбыз да. Еңбек етудің, мысалы, жұмыс істейміз, бірақ ақша түспегеннен кейін ол жұмысты істеуге желание жоқ. Оқуда да сондай деп ойлаймын. Ол оқуды оқисың, бірақ оқудан пайдасы болмаса, адамның жаңағыдай баланың желаниясы да болмайтын сияқты. Сол сияқты да. Мотивация жоқ та. Қазір балаларды сол материалдық тұрғыдан мотивация беріп үйретіп қойғанбыз ғой біздер. Сол материалдық тұрғыда болып тұр, енді басқа құндылықты ары қарай ашу керек негізі. Материалдық олды құрал деп те қабылдау керек те, соны қалай бірдеңе қылып балаға түсіндіріп алып келу керек та. Что ақша бұл құрал. Оны жүрекке кіргізіп алмау керек. Дүние десе адам жоғалады ғой негізі шынына келгенде. Баланы ерте жастан еңбекке тарту дегенге мен өте толық келісем. Мен өзімде балаларымды жаз мезгілінде жұмыс істетеміз. Жолдасым өзі айтады, мен жаңа сіз айтып отырған кішкентай кезімнен кәсіп жасап, 4-5 жасымнан бастап үйде магазин болды деп айтады. Сонда қалаға қорықпай 6-7 жасымда барып азық-түлік алып келіп тұрады тұғым дейді, сататын затты. Қазір енді үлкен бизнесте, мысалы, ол да мен енді өзім былай зерттеймін да осы нәрсені. Көп адамдармен сұхбат барысында еңбекке ерте келген бала, мынау выживание дейміз ғой, бір сол ақшаға деген, осы кәсіпке деген, жалпы ақшамен біз негізі балалар өте дұрыс айтып отырсыз. Ақшаны қалай жұмсауды, оны сақтауды, жұмсауды, көбейтуді, сондай мышленияде балаларда бізде білім аз болып жатады да, көбінде. Ерте келген, еңбекке ерте келгеннің пайдасы орасан зор. Қазір балалар көбісі ерте бастан жұмыс істегісі келеді. Сондай. Бірақ жұмыс істегенде ата-ананың сол дұрыс емес нәрсесі ақшаны қолына бермейді да баланы. Ұстап көрсетпейді да. Істеген еңбегінің ақысын алмайды да бала.
ол еңбек еткеннен кейін ақысын алғаннан кейін барып ол әрі қарай содан көп табам деп әрі қарай құлшынады ғой. Иә. Сол себепті өзімнің басынан өткен нәрсе айтып ол енді былай ғой, мысалы менің ата-анам балаға ақша бермеңдер дейді мысалы. Біз солай тәрбиелеген. Енді бізде солай тәрбиелеген ғой. Балаға ақша беруге болмайды. Ақшаны тек ата-ана жұмсау керек деген. Ал қазіргі поколение уже мысалға сен бір жаңағыдай бес алып келсе де бір мотивация болып тұру керек, бір іс істесе де, еңбек етсе де солай. Енді сол мынау өзі ұрпақ поколениелердің өзгеруінде мәселе сонда болып тұр ғой. Мейірхан мырза, қаншалықты баламен жиі сөйлесесіз? Күніне 1 сағаттай сөйлесетін шығармын. Арнайы уақыт бөліп сөйлесесіз, иә? Арнайы болғанда бір өзі келіп бірдеңені сұраған кезде, сол кезде сөйлесіп кетеміз да, әрі қарай мен көбінесе жаңағыдай ұрыспай, ақылмен түсіндіруге тырысамын да. Бірақ келіншегім жаңа айғалап шыдамай ма? Декретте болғаннан кейін ба, енді кішкене нервысы жұқа. Сол себепті жаңағыдай айғалап қояды, ұрысып қояды жаңағыдай. Бірақ жаңағы үлкен ұлы енді өте Аллаға шүкір ақылды да. Жаңағыдай айналып келіп маған ол түсінеді де, бәрін айналып келіп айтады, мен түсіндіремін. Қызым бірақ кішкене жаңағыдай скованность бар да. Андай ұялшақтық, жаңағыдай білмеймін, ол мүмкін менің бір қателігім шығар, бала кезде бір жерде жіберіп алдым. Қазір сонымен жұмыс жасап жатыр. 2-ші класста ғой? 2-ші класста, иә. Әлі ашылады ғой? Иә, сол бір биге қатыстырдық мысалы. Биге қатысқан өзінде жаңағыдай өзін ашып көрсете алмайды, ашық сөйлей алмайды. Сондай бір тұйықтық бар, иә? Тұйықтық бар бір. Ол қайдан, негізі мен ойлаймын, мынау садиктан пайда болды деп ойлаймын, бірақ бір жағынан өзімізден де бар. Тағы да балабақшаны кінәлап отырмыз. Бұл жерде енді ата-ана болғаннан кейін негізі ата-анадан ғой бәрі шынына келгенде. Мұғалімдердің қатысы жоқ. Осылай айтып қойыңызшы. Айтып қойын, мұғалімдер ренжімеңіздер дей ма? Өзімнің нелерім, класс жетекшілерім бәрі көріп отыр ғой енді. Күнде көреді өздері. Сол мұғалімдерге қарсы ешқандай ойым жоқ бұл жерде. Просто өзіміздің артымыздан өсіп келе жатқан өскелең ұрпағымыз ертең бір елімізді алға жетелейтін бір ұрпақ болсын деген ниетпен айтқан бар енді. Сол. Мейірхан мырза, ең басты құндылық сіз үшін? Ең басты құндылық қай тұрғыда? Материалдық тұрғыда ма, жоқ әлде рухани тұрғыда? Білмеймін, материалдық құндылық, басты құндылық десеңіз өзіңіз білесіз. Жоқ, материалдық басты құндылық емес. Бала тәрбиесінде ең басты құндылық деп қояйықшы. Бала тәрбиесінде ең басты құндылық балаға деген махаббат деп ойлаймын. Жетпейтін нәрсе. Ата-ананың балаға көңіл бөлу өте аз. Сол. Негізі сол деп ойлаймын, иә. Махаббат жетіспейді. Жалпы адамзатқа қазір жетіспейтін нәрсе махаббат. Барлық қатты. Жоқ, ол махаббатты кімнен күтеміз біз? Жақындардан. Негізі адам ең бірінші өзін өзі жақсы көру керек. Мысалы, тұлға ретінде адам өзін өзі жақсы көру деген бірінші өзінің денсаулығына қарау. Екінші жаңағыдай жан-жағындағы адамдарға тек қана өзін жаңағыдай жақсы ұстаныммен жақсы жақтан көрсету. Өйткені адамға жақсылық істесең, жақсылықты қайтады, иә, қайтады. Мысалы, бір адамнан тек қана жақсылық көріп отырсаңыз, адамға жұғады дейді ғой. Иә. Жаңағыдай жақсылық көрсетіп, бір адам мүмкін сізден үлгі алып қалар ертең. Сол сияқты балаңызға да солай көз алдында жақсылық істеп, әйеліңізге жақсы қарым-қатынас істеп, солай жүретін болсаңыз, балаңыз да сол ертең мықты ұрпақтардың бірі болып шығады деп ойлаймын. Сол. Рахмет жауабыңызға. Мейірхан мырза, мынандай бір тенденция бар да, мысалы, ата-аналар қазір мүлдем ақша жинамау керек дейміз. Ешқандай сыйлыққа, мектепке. Бірақ, мысалы, әр мектептің өзінің бір ата-аналардың бір қоғамдастығы дейміз ба, сондай әр мектептерде болып тұрады. Бар. Иә, бар. Мысалы, сіз өзіңіз осы блог саласындасыз, әртүрлі кәсіпкерлерді оқытам деп жатырсыз, әртүрлі. Яғни сіздің бір күшіңіз бар. Тағы да бір басқа ата-ана құрылыс саласында болуы мүмкін, басқа ата-ана әртүрлі салада, енді ата-аналар өте әрқайсысы әр салада.
менде бір осындай бір мазалайтын дүние болады да. Біз мектеп деген енді үлкен бір, қалай айтуға болады, 2200 бала болғаннан кейін, 4000 ата-ана болғаннан кейін бір үлкен ұйымбыз ғой. Бір үйдің баласындай болғымыз келеді да. Соған ата-ананы қалай да тартып, яғни мысалы көз алдыңызға елестетіңізші, мен арманым ғой енді, мына мүмкіндікті пайдаланып арманымды айтып алайын деп жатырмын да. Сол әр ата-ана өзінің қолынан келетін, ақша бермей-ақ қойсын, бірақ қолынан келетін дүниені осы мектепке пайдасын тигізсе, айтса, сөзбен болсын, іспен болсын. Мысалы өткенде бір ата-аналар жиналысы болды, сонда мен айтып жатырмын да. Мысалы, сіз кәсіпкерсіз деймін бір ата-анаға. Сіздің бизнесіңіз бар, шағын. Кәсіпкер болғысы келетін балалар бар. Көбінде кәсіпкер болғысы келеді, қазір балалардың көбісі. Блогер болғысы келетін бала бар, дәрігер болғысы келетін бала бар. Әртүрлі маман иесі болғысы келетін бала бар. Ата-аналар бір қауымдастық құрып, сол әр жаңағы біз енді теориялық тұрғыдан береміз ғой білімді. Көп жағдайда мектеп, көзбен ұстап, қолмен көретіндей. Сол мысалға кәсібі, мысалға ол ағаш өндіреді ма, немесе мебель жасай ма, сол жеріне барып, кішігірім. Мықты. Жақсы. Көзбен көріп баланың. Яғни шын мәнісінде сол нәрсені. Өткенде маған бір серіктеспен байланысып жатырмыз, мынандай памперс шығарады екен, қағаздар шығарады екен, қолданыстағы тұрмыстық. Мына жақта бір заводы бар екен, кішігірім. Мен айтып жатырмын, менен жарнама сұрап жатыр да. Мен айтып жатырмын, жарнамадан көрі, мен балаларымды апарайыншы сіздің өндірісіңізге. Бола ма? Әрине. Енді қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Енді ол біздің ата-ана емес. Бізде бірақ ата-аналарда да бар да. Кәдімгі үлкен әр жерде жасайтын жұмысты ата-аналар бар. Солар оянса, бізде бәрімізде мынандай позиция кетіп қалған ғой қазіргі жалпы адамда. Мен тимесе, маған ешкім тимесе, мен әйтеуір өзім күнделікті жұмысымды істеп келіп жүрсем деген дүние қалыптасып кеткен да. Бар Мен мектепке шақырмаса, тыныш, бала тыныш жүрсін ба, ана мектепке завучтар шақырмай ма деген сияқты позицияда. Бізде енді тек бұзақылық болған жағдайда шақырып тұрамыз ғой, көп жағдайда. Бізден де қате кететін тұстары бар осы тұрғыдан. Қазір енді біз тек шайға шақырсақ та келтіре алмайтын жағдайға ұшырадық та. Неге? Өйткені сол бұзақылық жасаған кезде ғана шақырып үйретіп алғанбыз ғой ата-ананы. Көрдіңіз ба? Ұрсуға ғана дейсіз. Қазір енді ол идеологияны өзгерткіміз келіп жатыр. То есть қандай ата-ана қолынан не келеді? Мүмкін ол кешіріңіздер, мен өте керемет қауымдастық екен. Бұл жерде менің үлесім қандай? Мен не бере алам? Әр адамның өзінің бір бере алатын дүниесі болады. Бере алу деген ол тек ақшамен өлшенбейді, Ал енді ода мүмкін уақыт жоқ шығар, мүмкін басқа шығар. Ақшамен берсе, ақшамен берсін. Бір осы мектепте сол қауымдастықты құратын әр мектепте әкелер қауымдастығы болу керек деп мен ойлаймын. Сол үшін де сенбілік шайды бастап жатырмыз. Оған, мүмкін 20 адам болар. Бірақ ойлайықшы, 20 ер азамат біріксе. Енді қараңыз, мысалға, көп біз қазақ мектептерінің 80-90% әйел адамдар жұмыс істейді. Үйде әкесі үнемі жұмыста. Яғни бізде ұл балаларды біз ренжіп жатамыз. Не қыз құсап деп ренжиміз ғой ұл балаларға, Қыз құсап, не қыл деп жылап тұрсың дейміз. Бұлар нәзік болып кетті. Баяғыда біз сөйтетінек, баяғыда кешіріңіз мені. Ол қайдан көріп жатыр? Ер азаматтың қандай болу керек деген тұлғаны қайдан көріп жатыр ол? Мысалы, ол енді сізге қатысты айтып жатқан жоқ, жалпы деймін да, ер азаматтың образын қалыптастыру. Мен енді білмеймін, шыны керек ашынғаннан шығады жанды даусым дегендей бір қалай біз ұлдарды ата-анамен бірігіп тәрбиелейміз деген үлкен сұрақтың бір шешімін іздеп жүрмін да. Негізі қалай бастаймыз? Ұстанымыңыз күшті негізі. Жаңағы бизнесмендер болсын, любой кәсіп қолына не келеді, сол адамны алып келіп өзінің бизнесін жаңағыдай теориялық жүзде көрсетіп жаңағыдай үйрету деген
мықты нәрсе негізі. Оны енгізсе, мысалы, мықты болады. Мысалы, Мейірхан мырза, бұл жерде ол қауымдастыққа кірген ата-ана былай ойламау керек. Мен мектепке істеп жатырмын бұл жұмысты, мен қоғамға пайдалы болып жатыр. Дұрыс, қоғамға пайдалы болып жатыр. Ол бірақ бәрібір де біз пенделік тұрғыдан қарағанда, ол ең бірінші кезекте сол қауымдастыққа кіру арқылы өзінің баласына тәрбие беріп жатыр. Бағанағы айтып кеткенде баласына үлгі болып жатыр. Баласының абыройын көтеріп жатыр мектептің ішінде, мысалы. Содан кейін барып ол, баласының досына, қоғамға, басқа балаға әсер етіп, мысалы, сіз сондай қоғамдастыққа кіретін болсаңыз, қауымдастыққа, сіздің балаңыз сізбен мақтанады, достарын айтады, достарының балалары әкесін шақырады. Яғни біз бүгін 15 адам жиналсақ, келесі жолы 30 адам жиналуымыз мүмкін. Енді сіз көз алдыңызға елестетіңіз, ер адамдардың біз қоғамда мектеп болып бір салмағын, жауапкершілігін көтеруіміз керек сияқты. Біз директорлар бас қосқанда айтып жатамыз. Біз бала тәрбиелейміз бе, әлде ата-ана тәрбиелейміз бе деп айтып жатамыз. Себебі баладан бұрын ата-ана қиын болып тұр. Жаңағында ғой енді. Ата-ананың сен ол шаруаң жоқ, сен не істеп жатсың, балаға қалай оқытып жатсың, өзінің 2-3 баласын тәрбиелей алмай мектепті кінәлайтын ата-ана өте көп. Біз айтпаймыз, біз сүттен ақ судан тазамыз, мектеп бәрін керемет біз демейміз. Бізден де қате кететін тұстар болады. Мысалы, ұстаз әртүрлі өткені. Баланың жағын түсінетін, керемет ұстаздар көп. Бірақ бізден де қате кететін жерлер болады. Бірақ дегенмен де, егер ата-ана баланың сөзін сөйлей беретін болса, мектепті ұстазды кінәлай беретін болса, өзі ана жақта отырып, бұлар не істейді екен осы мектеп деп сын көзбен қарап кіріспейтін болса, қауымдастыққа кіріспейтін болса, жиналысқа келмейтін болса, бала тәрбиесіне бірігіп атсалсайық дегенді ойламайтын болса, онда біз тәрбие деген нәрседен алшақтай береміз. Осы нәрсені түсінсе, біріксек, бала тәрбиелеу қиындап бара жатқан заманда біз біріксек деген оймен сізді шақырған едім. Сондай бір ой болсын, енді бұны қазір бір шама адам қарайды. Бұл жерде бір подкастпен бүкіл мәселені шешіп тастау емес. Ең бастысы, әйтеуір көрген 100 адам болсын, 1000 адам болсын, бір ой түйіп, мен не істеп жүрмін? Мен баланы қалай тәрбиелеп жүрмін? Бізге не жетпей жатыр? Әр қарай не істесем болады? Мысалға бізде білесіз ғой, университетте де қандай маман иесі болуды үйретеді, бірақ қандай адам иесі болуды біз айналып келгенде сол құндылық. Қандай әке болу дегенде ешкім үйретіп жатқан жоқпыз. Қандай жар болуды отбасы институтының жұмыстары ақсап жатыр. Жоқ қой енді бізде отбасы институт деген. Негізі бар ғой, ол жайлы кітаптар да бар, мықты-мықты. Бала тәрбиесі деген мен кітапты өзім оқығам. Автор Айгерім деген кісі, фамилиясын білмеймін, бірақ сондай кітапты мысалы ата-аналарға жаңағындай бірдеңе болады. Мысалға сол қауымдастықтың өзінде қазір біз міне бір күн шай ішерміз, бір күн ойын ойнармыз, бір күн кітап оқиық, мысалы. Ол деген жаңа нетворкинг орта құру ғой, дамушы орта. Мен ойлаймын, қазір мысалы қанша жас әкелер балалары жеткеншек жасқа барғанда, немесе мысалы адаптационный период, бірінші классқа барғанда бала қырсығып, мен сіз мектепке бармаймын дейді. Ол баламен не істерін білмейтін ата-аналар көп бізде. Білмейді оған, ешкім үйреткен жоқ. Ол не істейді? Немесе ұрат баланы, соғат, болмаса тынышталшы деп ақша бере салады, телефон бере салады, ең шешімі дұрыс деп. Ал қаншақты дұрыс шешім? Дұрыс емес шешім. Сондықтан бізге әр мектепте әкелердің қауымдастығын құруды ойлануымыз керек. Оны ойланып жүруге болмайды, оны құрып тастауымыз керек кәдімгідей. Мүмкін 10 адам болар, мүмкін 20 адам болар. Сосын өзі ақырын тартылады, басқа әкелер. Мыналар не істеп жатыр? Неге мен кірмеймін мына жерге? Деп. Оны әкелер ойланбайды, ана бала оны оятады. Мысалы, сіз қазір сол қауымдастыққа кіріңізші, сіздің балаңыз, папа не істеп жатырсыз? Не болып жатыр? Не айтады сонда? Қалай қызық?
Сосын ол қасындағы досын айтады, менің папам сонда мектептегі қауымдастықта екен, сен де папаңды шақырсай, мысалы. Солай ғой, өзі ол андай тартылыс қой. Бір әке барып, ол балаға айтады, одан сен үйге барып, ол әкесіне айтады. Одан кейін әкесі намыстанады кішкене, оның әкесі бар, мен де барайын, баласын ойлайтын адам ғана, әке ғана ол келіп, ары қарай баласының несіне дамуына үлес қосады да. Ой, осы бізді көріп отырған оқырмандарымызға әкелердің мектептегі рөлі өте үлкен екенін айтқымыз келді. Және қазіргі қиын бала тәрбиесін қиын заманда бірігейік, мектеп, атана, оқушы болып үштік одақты қайта дамытайық, қайта жаңғыртайық, жаңаша қырынан леп әкелейік деген ой болды. Бүгінгі директормен шай айдарында қонақта болған номері 58-ші Ілияс Жансүгіров атындағы мектептің ата-анасы, белсенді ата-анасы Мейірхан мырза қонақта. Бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Ата-ана мен мектеп бала тәрбиесінде бір болу керек. Кездескенше сау болыңыздар. Рахмет сізге. Сізге де рахмет.